Так, шашымды қарамайыншы, дұрыстау болу керек. Так, қонақта мұнай, бұл кул деп, бірінші сахна, бірінші кадр, бірінші тейк. Кет. Кеш жарық достар, бұл культ деп, яғни Cultural Department, мәдениет департаменті, және бұл департаменттің бастығы мен Жомарт Аралбайұлы. Бүгінгі қонақта бізде Атышулы мұнай сериалының касты және оның режиссері Дархан Төлегенов. Оң жақтан бастайық. Данияр Алшынов, Дана Әмірқұл, Ақнұр Рахат, Нұрқабыл Қаппасов және Қуандық Жүніс. Қош келдіңіздер, рахмет. Қош көрдік. Былай қуаныштымыз. Айып етпеңіздер, фамилияларыңызды, аталарыңызды қате айтып қалып жатсам мына жерде. Дұрыс па бәрі? Нормально. Шыққан соң маған андай дело заводить етпейсіз ғой. Сізден қорқатын болдым кинодан кейін мен. Сіз күліп тұрасыз да, дело все заметано, вышка саған деп тұрасыз да, крыса бар сияқты араларыңда деп бір ірткі салып кетеді екенсіз. Енді бұл жерде режиссер тұр екен, әдетте актерлар келгенде, спрашивайте, это у режиссера деп қашып кетеді құтылып. Енді қасымызда отыр екенсіз, Дархан мырза. Сізден бастайық өзіміз. Жалпы біріншіден рахмет айтқым келіп отыр. Жақсы сериал, керемет сериал, сеттинг керемет. Әдетте енді өзім әсіресе мен Атырауданмын. Бұл жерде енді қаланың қай қала екені айтылмайды, собирательный образ дейді орысша оны. Дегенмен де город Н, да? Или город А дейікші. Ақтау, Атырау дегенмен де, оны А дей салайық дей ма? Дегенмен де Дархан мырза, тағы да рахмет бүкіл продюсерларға. Бұл жерде жалпы бізде киноиндустрия ол Алматы центрик. Және де Ақтау сияқты басқа қалаларды көрген, мен үшін өзіме жаныма жылы, кәдімгідей жақын көрінеді. Біздің түйелер, қырдала дым өспейді дегендей. Қалай сеттингпен жұмыс басталды? Қалай жұмыс жүрді? Рекогностировка дейді, алдын ала бару. Қиын болған жоқ маған негізі. Мен өзім оралдыкымын, западный, как говорится. Поэтому для меня этот сеттинг знакомый. И вообще в целом, когда мне предложили снимать сериал про Мной, этот сеттинг меня зацепил, и я сразу понял, что здесь очень много чего можно напридумать. И сам сеттинг — это и есть мир, это и есть кино. Поэтому, я думаю, с таким материалом очень интересно работать. И мне было прям супер интересно. Мына жерде енді ерекше атап өтетін жер банағы батыстың сеттингі. Яғни бұл жерде актерлерге сұрақ қойғым келіп отыр жалпы. Өзіміздің филологиялық тұрғыдан сөйленіс, диалектіміз бар. Батыстың ерекше бірден түсіп қаласың. Осымен қалай жұмыс жасадыңыздар? Кім бастағысы келеді? Мүмкін сіз аға, мүмкін Аман, бірақ Нұрқабыл мырза, мүмкін сіз бастайсыз. Аман емес ол. Кука. Сори. Кука. Аман Ана жақта отыр. Сори. Енді Нұрқабыл мырза, ерекше енді өзіме жаныма жақын болған сіздің енді сөйленісіңіз, мына жігіт деген. Мына жігіт деген, бір Атыраума, біздің Аққыстау жақтың жігіт ау деймін деп қалдым мен. Айтып берсеңіз. Не айтамын десе. Енді проектке өткеннен кейін сол жағына жұмыс жасадым көбінесе. Қарадым, қалай сөйлейді батыстың балалары. Енді олар ерекше сөйлейді негізінде. Қарадым, көрдім. Көбінесе андай TikTok көрдім, блогерларды. Қалай сөйлейді олар. Айтиш-битиш деп ше. Деген сөздер. Сондай сөздерді өтірдің орнына ғой. Сондай сөздерді үйрендім енді. Бірақ по идее енді бірақ шынымен маған көбісі жазып жатты да енді, батысша күш сөйлегенсің, брат, оралдыкісің ба, оралдың балалары жазып жатты да маған, осы брат, западтыкісің ба, жаңа өзіңдікісің ба, кешиш, битиш деп ше, маған айтып жатыр. Вышка бар. Білмеймін, маған как-то өзіме қатты, өзіме не знаю, как-то өзіме енді көргеннен кейін, қатты өзіме өтпеді негізінде. Бірақ көбісі айтып жатты да, что хорошо, күшті шыққан батысша сөйлегенің деп ше. Единственный момент, ана момент қана ұнайды маған. Когда машинамен келеміз ғой біз, реально. Да, машинамен келіп тоқтаймыз, мен айтамын, давайте жігіттер, бізде 5 минут уақыт бар, тренировкада жұмыс істейміз, кеттік деп ше, кеттік. Сол момент қана единственный ұнайды маған, айта аламын да, осы момент күшті деп ше. Қалған моменттер не знаю. Солай жұмыс істедім, көрдім, бақыладым, қалай сөйлейді, блокнотыма жазып оттым, блокнотым болды мен өзім жазатын ше.
сол жаққа жазып аттым. Жартысы емес па? Иә, айтшиш, бүйтшиш деп ше, көршиш бауырым деген сөздер көрдім да, вот так осы сөйлеп, там гостиницада үйде жүрген кезде сөйлеп жаттығып, ше мен дос балам болды. Өз Шымкенттің басы, бірақ Ақтауда тұрады. Сол үйретіп жүрді маған, типа сөйлегендерін ше. И мен часто көріп жүрдім ақтауские барын қалай сөйлеймін. Бірақ олардікі қиын ғой, не дегенім, өйткені олардың тілдері конкретно четко да. По-любому келтіру қиын ол жігіттер. Ол үшін Ақтауда жаңа батыста туылу керек сияқты. Мен ойымша. Енді наподобие, енді барынша тырыстым. Бәріміз тырыстық, сондай бір жақсы бір манерасын келтіруге. Бірақ сол. Сондай бір жауап. Күшті, рахмет. Одан басқа мен байқағаным, эпизодический вайнерлер бар, батыстың жігіттері. Вышканы сөзге келмей ма? Данияр Алшановтың... Менің атым Мансұр деп. Данияр Алшановтың кейіпкері келісуге келмей ма? Сол бала қателеспесем вайнер, Ақтаудың. Естеріңізде болса, анау ақтауские диалект деген бар ғой. Не болды, машинаны тасташиш деген ең тарап кеткен видеодағы жігіт бірден танып қалдым ғой анау. Деген 240 качествода көрген видеоны мен аның түрін көріп, анау 4К түрі бар екен ғой деп қалдым мен. Аға, өзіңіз, Қуандық аға, қателеспесем, осыған дейін, осы рөлге дейін сіз 10 жылдай пауза болды осы кәсіби мансабыңызға. Киноларға түспей кеттіңіз, және көптен бері мынау камбэгіңіз болды сіздің. Қаншалықты рас, дұрыс мен ресерчім? 21-де келдім мен. 12-де кеттім де, 21-де келдім. Оғанға дейін түстім. Мұнай туралы болғанның аттарын атамай ақ қойып, біраз шықты, бірақ енді мұнайдың орны ерекше. Оны режиссер біледі. Ең көп өткен мен шығармын енді осы касттан. Мен почти 1 ай жүрдім. Ойбай. 1 ай жүрдім. Нет деп қайтарып жібереді мына кісі. Сөйтсе бұл кісі іздеп жүр екен де жаңағы. Содан кейін бір күн шашымды алып, сақалымды қырып, мұртпен келдім. Содан болды деді, билет ала береміз деді. Басында 5 фото тұрған, бірі 4-еу болады, 3-еу болады, 2-еу болады, 1-еу болады, бір өзім қалды. Содан 10 күн нетпей қойды. Қалғандарыңыз сіз емес пе, көзін құртқан? Жоқ, байқау керек сияқты сізден киноға. Ол оның плюсы съемка кезінде болды. Көкенің фотосында ең мықты скрепка болған. Скрепка болды. Иә, соттан Дарханға рахмет айтамын. Аға енді... Рахмет аға. Бірақ Дархан, бір ай неге қинадыңыз ағанды қоймайды дей ма? Мен өзім ойлап жүргем ғой, ең ұзақ мен өткен шығар, мен бір 5 пробама өттім. Сөйтсем бұл кісі 26 проба өткен. Негізі біздің әрқайсымыздың пробадан өткеніміз өте қызық, себебі барлығы әртүрлі. Абсолютно әртүрлі нәрселер. Ең қысқа проба менде болды. Ең қысқа проба. Мысалы, ең ұзақ проба әртүрлі өттік негізі бәріміз. Сізде? Мен, шыны керек, менің персонажым соңына қарай табылды. Мен съемкаға бір шама уақыт қалды. Оның алдында Динараны көп іздепті біздің режиссер, кастинг директор. Және Дархан менен Динараны көрген сияқты болды. Содан кейін утверждение болды. Ну, я как любой творческий человек, да и вообще, в принципе, человек, очень много сомневаюсь, потому что здесь нужно было правильно выбрать актеров на те или иные позиции, поэтому постоянно приходилось как бы думать, ага, постоянно приходил, постоянно разные варианты показывал. Сол сізге рахмет, ага. На самом деле я увидел вот это желание, и вот это вот желание, оно как раз-таки повлияло на то, чтобы я выбрал именно вас. Енді аға осы жерде енді сұранып тұр өзі. Не үшін осы 26 рет сіз осы мұнай деген жобаға талпындыңыз, осы талпыныс қайдан туды? Яғни жобаны синопсисін оқыдыңыз, сценарий. Иә, бірінші Мико кастинг жіберді, сізді шақырып жатыр деп. Соны бардым. Мүлдем басқаша ойнадым ол жерде. Соны күлді Дархан. Соны екінші күні қайтадан келдім. Бірақ сценарийді оққан жоқпын. Тек синопсисін ғана оқып. Соны бұл осындай болу керек. Кейбір сахналарды бірге талқыладық. Соны жаңағы актерлармен, партнерлармен көрдік. И одан кейін жалпы келген сайын режиссермен де жұмыс істеу, одан сценарийді оққаннан кейін бәрі ұнай бастады. Үйіне көшіп кеттіңіз уже. Ұнай бастады, одан кейін 20 күні мұнай басталды. Вообще күшті. Иә, осыдан 1 жыл бұрын бастадық айтпақшы. Тура 1 жыл бұрын. Тура 1 жыл бұрын. 20-сы 20-сы басталды мотор. Енді сіз қанша өттіңіз? Енді бәрінен сұрап шығайын дейм ба до конца? Дана. Пробаны, иә. 1 ай шығар примерно тоже. Дархан масқара қинайды екен адамды. Жоқ, ол мен... Актерлар қарап отырса қазір мына жерде болашақ. Менің ойымша ол өте дұрыс деп ойлаймын. Потому что точно сол
адам ба ойнап бере ала ма деген сияқты ше до конца. Обычно бізге привычно ғой, бір екі пробадан кейін утверждают. А мынаның өзі кәдімгідей андай одан сайын хочется больше на рөлді ше андай. Кәдімгідей таласасың да рөлға. И сол нәрсе ұнады маған. Данияр, сізде соған қарағанда бір рет болған сияқты ғой, иә? Проба. негізі менде проба болған жоқ. У вас были репетиции на месте. Мен Америкаға барған кезде, уже билет алған кезде Бармаған кезің бар ма Америкаға? Шықпайсың ғой сол жаққа. Қалдың. Шыға алмай қалдым, өйткені дәл сол күні мен билет алған кезде сайтқа кірдім, Turkish Airlines. Алматы, Бостонда бір андай мероприятие болған, шақырған достар. Билет бәрін аламыз деп. Ақшаны жіберді уже алайын десем, қазір бір басқа сайттан, Qatar Airways'тан бағасын тексерем деп шықтым, и маған звондап жатыр мұнайдан продюсерлер. Сен қалай боссың ба? Қазір бір айға жоқ, қазір Америкаға ұшамын. Жоқ. Бір жақсы жобамыз бар, мұнай деген, бірақ Ақтауға ұшу керек. Мен айттым, бір 2-3 күн бар ма? Қазір ойлаймын, сценарий оқимын. Жоқ, 2-3 сағат бар. Қазір ұшу керек, бүгін түнде. Солай. Басқа билет алдым. Алматы, Бостон емес, Алматы, Ақтау. Ақтауға келдім. И съемка уже соғықта уже бастап кетті. И получается, мен Аман персонажымды, по-моему, почти что соңғы, иә, основной касттан келдім. Репетиция сол отельде, фойеде бірге. Киім да жоқ сонда. Киім да жоқ. Мы утром, получается, весь день снимаем, и я ночью еще репетирую с Данияром. Это было вообще бессонно. Аяқ киім 46 размер, у вас вообще ондай жоқ. Голиаф. Сол бір проблема болды ғой, аяқ киім табу. 90-шы жылдары ушыры болған жоқ енді. Мынау Кажакты Алматыдан алып келдік, сосын 2-3 күннен кейін. Қарай береді Димартқа. Мына жерде деп. Иә. Данияр, енді 90-шы жылдармен сенде бір байланыс бар сияқты, ерекше. Сенде районы болды 90-шы жылдары, одан басқа Әділхан Ержановтың Голиафы болды. Ол да 90-шы жылдары. Енді мынау да 90-шы жылдардағы оқиға. Дегенмен де бұл сен Аман кейіпкерін, осыдан бұрын болған кейіпкерлердің не айырмашылығы бар? Қалай ойлайсың? Голиафты алсақ, мысалы, енді Голиаф пен район олар ол екі андай разные проекттер. Районда мен бас кейіпкер емеспін ғой. Районда второстепенный. И оның андай предысториясы және Рашид өлді деп айтты кинода. Қалай өлді, кім өлтірді, ешкім білмейді. Мен үшін ол толық емес персонаж. Голиафта ол да антагонист. Осы жерде ол Аман, ол полноценный кісі, бандит қана емес, ол басқа жағынан да көрсетіледі. Семьясы, отбасы бар, інісі бар. Сол олардың қарым-қатынастарын көрсеткенде ол Аман бандит, менің ойымша, ол ең андай Лайтовый. Лайтовый да айтуға болады. Иә. Мен үшін ол қиын болған жоқ, бірақ сол інісімен, Сұлтанмен қалай сөйлесесің, қалай кинода әйелім бар, любовница бар, предысториясы өте үлкен. Мен үшін бұл жаңа челлендж болды. Өйткені 90 жылдар бандит, кажак, андай бәрі осы криминальный романтика, бұның бәрін уже түсірген, уже бәрін көрдік. Оның бірақ сол бандитті басқа жағынан көрсету мен үшін ол жаңа челлендж. На самом деле, Мунай, внутренняя человеческая алчность и в целом как бы человеческая природа,
она так или иначе, то есть в человеческой внутренней природе мунай, нефть, которая из нее течет, это как раз-таки вот эта вот жадность, желание взять больше и так далее. То есть когда я читал этот сценарий, я так для себя интерпретировал этот момент. И, по сути, оно на поверхности лежит, и мы об этом рассказываем, мы это показываем, и у нас в сценарии, у нас в кино вообще нет идеальных персонажей, у нас нет хороших, нет плохих, у нас как бы все, кто повязан в этом, все, кто измазан в этой нефти, все получают как бы то, что они заслужили, грубо говоря. Да. Вообще, былай ғой, батыстың адамы ретінде былай айтып кетейінші, біздер бала кезде жергілікті арналар бар, телеарналар, сол жерде неше түрлі коммершалдар көрсеткен. Баламын ол кезде, и сол кезде коммершал мындай болады: түйемен келе жатқан ақсақал, қолында аса таяғы бар. Аса таяғы соншалықты ұзын, түйеден үстінде отырғанда жерге тиіп отырады. И аса таяғымен кетіп жатады, алдынан кішкентай екі бала шығады. Ата, сіз жерұйықты таптыңыз ба дейді. Жерұйық это типа земля обетованная дейікші. Осына ата айтады: иә, таптым дейді. Пауза ана жерде. Ұялады да, аса таяғымен екі бала тұрған жердің астын соғып қалады, и мұнай атады. Сен оның үстінде тұрсың дейді. И ана алады да мұнайды, и бетіне жағады екі бала. Мұнай вообще былай түбін қарайтын болсақ, ол тіпті көптеген ғасырлар бойы жиналған адамның да мүрдесі, жануарлардың да мүрдесі. Яғни біздер бәрібір Атырауда өлетіндер осы болашағымызға қалдыратын мұнайымыз дейді, денемізде. Осылай айтатын бізге. Қызық философия болған. Ол тек қана Атырауда емес, негізі мен Астанада оқыдым, мектепте бізде де солай айтқан. Да? Сіздің Атырауда. Иә. Жағалбайлы қоймайды екен. Қоймайды. Дегенмен де енді кейіпкерлер бойынша тоқтайтын болсақ, кейіпкеріңіз өте батыл, мойындау керек. Керек кезде шапалағын да береді, керек кезінде үндемей қалмайды да, өз-өзіне тұрып беретін қыз. Яғни сіз өмірдегі адам, Ақнұр ретінде мүмкін кейіпкеріңіз мүлде басқа, қандай өзгерістерге бардыңыз дегенім ғой бұл жерде? Өте басқа. Себебі мен бірінші рет сценарийді оқыған кезде, енді ең бірінші 90-шы жылдар, біздің былайша қарағанда менің кейіпкерім менің анамның құрдасы ғой. Былай енді уақытпен санаған кезде. Сондықтан ең бірінші мен сценарийді оқыған кезде маған кейіпкер ұнады. Аркасы, линиясы өте көп қырлы, яғни сіз айтып отқандай оның ішкі жан дүниесінде әртүрлі бір қырлары көрінеді персонаж бойынша. Ол бірде батыл, бірде нәзік бола алады, яғни содан кейін 90 жылдарға тән нәрсе енді мен іздеген болатынмын, өзім мамаммен де сөйлесіп. 90 жылдардағы әйелдерге тән сипат, ол іштей выдержанный дейді ғой, іштей бір байсалдылық, іштей бір салқындық, сондай нәрсе болып көрінді маған. Дарханмен де сөйлесе келе, біз сондай бір линия құрдық, негізі өте терең персонаж, іштей тыңған нәрселер өте көп. Бірақ ол 90 жылдардың әйел сипатына жақсы келетін болып көрінді. Ол көп сахналарда, Аманмен көп сахналарда байқалады, көп нәрсе іштей тынып отқанына. Сол сондай бір көп қырлы кейіпкерім. Аманды ұрғанда негізінде сізді ұрғандай сезімдер ол болды ма, яғни жақсы көреді ғой Аманның кейіпкерін. Бәрібір де өзің қойған ереже бойынша бір айыппұл алу керексің деді де, шапалағын берді ғой. Шапалақ емес анау. Скакалкамен ұрды ғой, дегенмен де сол жерде меніңше кейіпкерге, яғни сіздің кейіпкеріңіз оны қаламады. Шынына келгенде. Жауапқа тартқысы келді, қайда болдым дегендей. Иә, ол сол енді өзі спортзалда тұрғанмен емес, енді ерлердің арасында болған соң, сондай бір өздерінің бір заңдары, енді нелері бар. Сол үшін Аманды да хотела проучить. Хотела проучить Амана, в общем, это вот такой момент был. Көкесін көрсетті, иә. Бірақ өзі әрине әйел болған соң, жақсы көрген соң, іштей қыңжылды, иә. Сондай нәрселер өте көп болды, сондықтан персонаж өте, айтып отырмын, из крайности в крайности дейді ғой. Сондай нәрселер көп болды. Данияр екеуіңіз хороший, плохой көп болдыңыздар ғой. Переговорда, жер сатып алуда. Дұрыс па? Данияр енді мұрнымды кесіп берейін дегенде, қолымды кесіп, саусағымды кесіп берейін дегенге кетіп қалды енді. Иә, бұл жерде. Бірақ тактикаларыңыз түсінікті болды ана жерде. Жалпы менің ойымша Динара бұл персонаждардың арасында ең андай
адамгершілігі мол сияқты. Бір андай адамдық қадірі бар сияқты, кішкене мына хаоста өз-өзін байсалды ұстап, көп нәрсеге ере бермей, оны содан кейін мына Аманға, өзінің жарына, еріне бір ақыл кеңестер беріп, бір дипломатичный жақтардан. Сондай бір кейіпкер болды енді, өте байсалды, салмақты, ұстанды. Енді шыны керек ерекше перформанс маған Дана сіздікі ұнады. Бәрін алдын ала есептеп, өлшеп, қалай болатынын білген да. Яғни екінші ма үшінші серияда пышақты көрсетеді Нышанбектің кейіпкеріне. Нышанбек жарайды, мен тағдырымды қабылдаймын, ал көрсет дейді, дегенмен де созып жібереді да, анау кектің уақытын. Ақыры мен айтқандай Чеховтың ружьесі дейді ғой, мылтығы. Тап сол көрді, содан өлді өз қасқа. Айтқым келгені, дегенмен де сізде ана жерде енді шыны керек, мен енді еркек басымен маған түсінбейтін де шығармын сізді, бірақ жиіркенішті бана сценалар болды. Мына жерде айтпай-ақ қойын, спойлер болып қалар көрермендерге. Яғни ондай сценалар қалай вообще жұмыс жасалады, яғни өзіңізге қиын ба одан аттап өту? Менің ойымша Айжан ол балалық шағынан өзінің сондай тәтті жылы кездерінен өте ерте айырылып, үлкен қатыгез өмірге ерте қадам басуға мәжбүр болған қыз. И сондай ауыр кезең мен ауыр осындай оқиға тұспа тұс келіп, осындай қиын тағдырдың оқиғасы шыққан сияқты. Мен негізі на эмоциях келіскен сияқтымын осы рөлға ше. Жоқ, ондай емес. Именно осындай сахналарда андай қатты ойлаған жоқпын. Өйткені мен ол кезде оқуды енді бітірдім, театрға тұрған жоқпын, енді қатты аш болып жүрдім да киноға. Өттім и все, өтсем болды деген сияқты болды да. В глубине души мен всегда ондай нәрсеге дайын болатын. Мен даже папамен сөйлескен кезде, бірінші курста ма, не помню, екеуміз кухняда отырып, папа өзі айтады маған, қызым, мен сен актрисасың ғой, сенде сүйісетін, құшақтасатын сахналар болады, дайын бол деген сияқты. Сондай нәрселерді мен ата-анамнан естіп, жалпы окружениемда ешқашан ондай қарсылық білдірмейтін маған. И мен даже если поцелуй болса, ладно деген сияқты жүрдім. Но қанша жақтан дайын болсаң да, на практике қиын болады екен. Мен үшін ең әсерлі, ең қиын болған Айжан проституцияға бірінші қадам басқан кезде бірінші клиенті болады. Енді білесіздер, томпақ актер ойнады. Есінде. Кешірім сұраймын. Енді дұрыстап түсіндіргім келген ғой. Ол кісі негізі өмірде андай момақан бар ғой, өзі уайымдап жүрді дарханнан сұрап, мен қалай шешінейін қазір, не істейін қазір деген сияқты ше. Но все равно андай. Ол да бірінші рет келіп тұр. Ол кісі бірінші рет келіп тұр. 26 күн ол жүрген жоқ па майкамен? Ондай қинаған жоқсыздар ма? Сол бастамадық, даже мен отырым күтіп, и просто андай в моменте ол кісі енді репетировать етіп өзі шешініп бастап отыр ғой. Соны көріп тұрмын, в моменте былай дірілдеймін ғой, білмеймін. Вообще прям колбасит бастайды да мені. Жестко дірілдеймін и уже жылап, даже бастамадық әлі, начали демет, уже менде андай кетіп отыр да. Сөйтіп қыздар, гримершалар келіп, бәрі, все нормально, все, да, ну успокойся, воды тебе, и Дархан соны көріп, не трогайте ее, деді. Осы состояниеда қалсын, деді да. Кровь почуял дей ма? Осы состояниеда түсіріп тастайық тез деген сияқты. И ауыр болды. Сразу грустно кетті. Сіз туралы көп жазады аға. Енді айтпай-ақ қой, не жазып жатқандарын. Соншалықты күшті ойнады дейді да. Меніңше керісінше ол жақсы, сізді мойындады деген сөз, сіздің банаға актерлік шеберлігіңізді. Сіз мысалы қалай дайындалдыңыз бұл рөлге? 26 рет барған түсінікті. Дегенмен де дайындалғанда деп. Жоқ, бұл дайындалғанда жалпы сериал 90 жыл болғаны, менің енді жастық студенттік өмірім сол 90-ды көргенмін ғой мен енді. По факту. Бітіргеннен сол заманның жастарымыз ғой, былай білгенмен. Жалпы картинаны алған кезде отырмын да. Ал енді персонаж келетін болсақ, бұған жоғалтатын ештеңкесі жоқ. Бұл персонаждың асап, күйсіп, жаңағы ал ішінде деп айтып отыр ғой, семьясын бәрін жіберіп қойған Испанияда. Дочка. Қызы да, баласы да сол жақта, әйелі де сол жақта. Бұл ананы алып тек кету керек те. Жымқырып па? Сол ғана. Бұл бәр жерден жымқырып жүреді, Аманнан да, жаңа Сабырдан да,
күшті орналасаңыз ана жаққа барып анау тиіспейді деп ақша аласыз. Кете алмай қалады да ақшамен, қаша алмай қалады. Сонда енді бұның бәрін бірлесіп отырып, мен айтпаймын, мен осылай дайындалдым деп. Үйде де дайындаласың, Дарханмен ақылдасып отырып істелді де, жаңағы түрі қандай болу керек екен. Ол кезде енді көбінесе қысқа шаштар болды ғой. Содан кейін енді орган қызметкері болғаннан кейін ода сақал жоқ. Бірақ 90-шы жылдар көп адамдар мұрт болған. Соны жаңағы алтын тісте болды, ол кезде фикса дейді. Көбінде алтын тіс болды, кішкене жағдайы бар болса алтын тіс болады, кейбіреулерінде сары темір неті болады. Біздің заманда енді. Сол жаңағы костюмде де, киімдері де сол уақыттың несі. Білмеймін, сол атмосфера кіргеннен кейін, одан партнерлардың бәрі жақсы болды ғой мына жердегі. Әр қайсысына тоқталып айта аламын. Эпизодтағылардың өзі. Ауысайықшы аға онда, айта алады екенсіз деймін ба? Жоқ, керемет. Бәріне осы жерде отырған бауырларым өліне ризам, режиссердан бастап қыздарға, жігіттерге, келмей қалған азаматтарға, жаңағы эпизодтағы сол жақтың жігіттерін айтып отырсың ғой, түскен. Олардың бәрі мен өзіме ұнады түгел. Сондықтан бұл атмосфера болғаннан кейін жалпы біз түсіріп жатқан жер жаңағы заводқа барып түсірдік. Өз жердің атмосферасы сол 90-шы жыл сияқты, түскен жердің бәрі. Рахат дейсіз сол қалып қойған. Иә, сонымен жақсы болды деп ойлаймын. Енді өзіміз кішкене былай іздендік, бірақ ешқандай кинодан көріп нету емес. Примерно осылай болу керек деп маған режиссер түсіндірді, сценарийді, образды. Сонымен солай шықты, бары сол. Ал енді ол керемет дейді айта алмаймын ғой, бәрі мықты. Бірақ өзіңіздің ойнағаныңызға, сомдағаныңызға көңіліңіз толмай қалды ма сонда? Толмай қалған жерлер бар ғой. Бар ма? Иә. Ана ақша алып қаша алмай қалған жер. Мына жерде отырамын ба мен дейсіз бе? Қазір анам бәрімен кетсем. Иә. Өте жақсы. Бәрі. Осы жігіттер мен қыздардың арқасы ғой жалпы. Иә. Солай деп айтамын. Енді Дархан мырза да, қалай кетті, иә? Дархан мырза да. Дархан аға деймін, что? Дархан, просто Дархан дала. Біздің Дархан даламыз бар. Дархан, енді сеттинг қылып ана айттық, әлемді құрастыру, лор, бір қандай архив мұрағаттармен жұмыс жасадыңыз, 90-шы жылдардағы бір бандитизм, бір ену керек қой, сол атмосфераға. Иә, ену керек, бірақ ешқандай архив болған жоқ бізде. Мен по идее, вообще, я всегда подхожу к материалу из того, как я его чувствую, потому что я не жил в то время, я не знал, как это там происходило. Все исходит из рассказов. Вот Қуандық аға тоже много что рассказывал по это время. Там родители мне рассказывали про это время. Но, но в целом я как бы осознанно ничего не читал, ничего не смотрел, просто слушал какие-то рассказы и попытался все это пропустить через себя, исходя из, и использовать весь свое чувство внутреннее, как я это вижу, на этот сценарий. И я понял, что если мы сейчас пойдем в сторону вот этого, знаете, показывать, как это все было, как там, я не знаю, люди жили, как они, какими деньгами пользовались, что они ели и так далее, это будет вообще не в ту сторону. Я начал крутить больше вот в тот архетип, в то, что мы только что говорили, о жадности и так далее, о человеческой сущности. Я начал туда больше копать. Потому что для меня больше всего интересно в кино — это трансформация героев, к чему они приходят и как они в той или иной ситуации действуют. Поэтому я больше акцент делал туда, а 90-й Мунай это все использовал как сеттинг. Тағы да бір енді байқаған нәрсем символизм көп. Өз басым енді мүмкін банаға аққу, қан болған аққу, сосын барып ең соңғы кадрлардың бірі банаға түркісіп суреті, яғни қан болған аққу это просто какая-то магия. Я не могу это передать словами. На самом деле, когда мы снимали просто природу, я отправил Ханыбека Халматова, оператора, Қызылөзенге, чтобы он поснимал природу, потому что мне нужны были перебивочные планы для сериала. И он мне звонит и говорит: Дархан, здесь раненый лебедь лежит. Я говорю: ну-ка, сфоткай. У меня мурашки. Он мне сфоткал, я говорю: снимай это. Это может быть как-то не по-человечески, но я сказал: сними это, и потом, ребята, возьмите этого лебедя и отвезите его в ближайшую, там, я не знаю, ветеринарную клинику и так далее. Сначала снимите. В общем, они это все сделали, сняли, отвезли его в
в ближайшую ветеринарную клинику, и ветеринары сказали там, что, типа, ну, зачем вы его привезли? Лебеди такие существа, что из-за несчастной любви они, короче... То есть мы сейчас его вылечим, Так. он вернется и снова с собой что-то поделает, потому что они такие, типа, птицы, что из-за несчастной любви они совершают суицид. Мне кажется, 3-й раз вы уже лечили этого лебедя. Прикинь, да, каждый фильм түсіріп жатқандар. Жоқ, просто так получилось на самом деле. Қара бекер емес, оны түсіреді ғой сол жақта. Оны тоже снимали. Да? Нет, просто это очень интересно. Почему? Потому что как раз в это время начались съемки свадьбы, да, по-моему? Нет, это чуть это раньше вообще было. изначально в сценарии же прописано было. Да, Я да, и да, Жан, да. и вот эта кровавая свадьба и так далее. Я когда увидел этого лебедя, у меня даже в мыслях бы не возникло снять его. Ну, в смысле, придумать такое. Это вот просто вот так вот произошло. Я сказал, сними, мы это будем использовать для фильма. Потому что, ну, такое, мне кажется, невозможно придумать, там, я не знаю. Возможно, а может быть, возможно, не знаю. Но у нас так оно получилось, в общем. А я думал, вы, короче, взяли, сняли, забрали и отвезли героя Нушанбека. Он сказал, ешь сам этому повару. Бар ғой? Шөңгесі көп дейді ғой ана қылқаны, қасқаны қинап. Ну, в общем, мы, да, нашли место, где это использовать. Мгм. А что касается Турксиба, как бы сама по себе картина, она же по-разному интерпретируется Конечно, у да. людей. То есть, например, когда я смотрю на эту картину, я вижу, что наши предки на лошадях встречают вот этот вот большой такой локомотив неизвестно чего в эту идиллию природы, нетронутую, девственную. У меня вот такие вот какие-то ассоциации очень, знаете, тревожные появляются. И поэтому, когда у нас, которые вот эту вот девственную природу, по сути, что он с ней сделает, непонятно. Сіздерге андай болып көрінген жоқ па сол сценка, анау Мел Гибсон Апокалипсис деген фильмін көрді. Соңы қалай бітеді? Екеуі бір-бірін қырып жойып жатады, екі тайпа. Келіп жатады ғой. Иә, жағынан, иә, Христофор Колумбтар, условно, бәрі келіп жатады. Сонымен бітеді ғой кино. Соны мысалы принтскрин жасап, сонда іліп қоюға болады деген ғой. Жалпы сондай сценаға келетін сияқты маған. Банаға, баламасы жағынан. Что-то, с чем-то это схоже, в принципе. Когда есть две противоборствующие силы, и появляется нечто третье. Жақында Джо Роган деген кісі бар. Ол спорт комментатор және подкастер, әлемдегі нөмір 1-ші. Spotify-ға өзінің подкастын 120 миллионға сатқан. Осылай бастайыншы, қазақтар жақсы көреді ғой, сондай нелерін айтқанда, қалай мінберге өтерілген. Енді осы жерде айтып кеткенім, өткенде подкастқа оған Бен Аффлек пен Мэтт Дэймон келді. Екі жандос келді де, кезекті фильмнің промосына келді. Келді, бірақ та дегенмен де Netflix-қа түсіргенмен жалпы стриминг жүйесінің қалай киноиндустрияға кері әсері және жақсы әсерін тигізіп жатқанын да атап өтті, бірақ кері әсерін көбірек айтты. Яғни қалай дейді, бұрында дейді, әрбір кино түсірілгенде дейді, 90-шы жылдың соңы 2000-шы жыл басында кино 3-ке бөлінсе, шамамен 3-ке бөлінсе, әр 3 сценада бір экшеннан болған, және финалындағы экшенға бюджеттің 70%, 80% кеткен дейді. Ат шарыс, соңғы бастықты өлтіру, крышадан секіру, ғимаратты қирату, соған кететін дейді. Қазір дейді, Netflix не істеп жатыр дейді, HBO, Netflix'тар сол бюджетті бірінші 5 минутта құртуға итермелейді дейді. Өйткені адамдардың назары өте қалай сейіліп кеткен. Қарамайды, соткаға үңіліп отырады. И қызық емес екен, 5 минутта өшіріп тастайды екен. Қаншалықты осы стриминг кино өндіріске, біздің кино алаңға әсер етіп жатыр? Енді сол сен айтқан бюджет бірінші 5 минутта құрту деген ол дұрыс. Өйткені біз үйде отырмыз, телевизор көріп, басамыз, олар көп. Бұрын киноны тек қана кинотеатрда көретін. Сондықтан көп кісілер кешігіп келеді. Кешігіп келген кісілерге бірінші 5 минутта андай бір үлкен взрыв атыс көрсетуге андай өте енді опасно. Да, обычно в трейлеры же включают в начале. Сондықтан ближе к концу. Енді ол жай ғана киноның көрсету механизм поменялся. Может быть, для них правда. Бірақ басқа проекттерге ол шын емес. Басқа да проекттер бар, мен келіспеймін. Келіспейсіз. Мен мысалы 37-ге барған кезде кинотеатрға мен кішкене кешігетін әдетім бар. Кешіктім, а ол жақта самый важный сцена взрывтан басталды ғой. И көрмей қалдым да соны. Просто не сол сахна қатты қызық болды. Барсам уже
взрывтың соңғы жағы болып отыр да. сонда басын білмесеңіз осы сіз келесі как раз Netflixке түсірген ғой просто. да вот это Netflixке түсірген ба Даиров что-то не знал да этот айтқым келген не деймін да келесіз мысалы 37-ге и басын көрмесеңіз не ойлайды так не істеп жүр мынау типа өлді ма тірі ма типа Жоқ, мен взрывтың соңғы дейтін звуктарында келдім да, и түсіндім взрыв екенін ше. Жақында бізде «Умри моя любовь» деген киноға бардық. Сол кезде де басында ең андай именно персонаждардың важный бір сахналарын көрсетеді да, ішкі. Содан кейін бір история басталып кетеді. Сонда мы, помнишь, не успели? Қайттан кешіктік. И біз көрмей қалдық. Содан кейін кішкене сұрақтар туындайды. Неге бұл персонаж мына жерде былай істеді? Ну, по разным причинам. Мы-то понимаем, что примерно там была важная сцена, которую мы не успели посмотреть. Поэтому тоже келіспейсіз все как Мэтт Деймонға жазамын мен не ал деп жүрсің сен ана жаққа деп нет, сериалды мүмкін бастауға болады шығар, а вот именно киноға шығып жатқан затты кішкене адамдар кешігеді деген сияқты. иә Басына қоймаған дұрыс. Жоқ, мен түсінемін, сол проблеманы түсінемін. Мен де қорқып жүрдім, типа қалай болады, қазір микродрама бар, иә 1 минуттай, бір серия 1 минут. Кейбіреулер айтады, болашақта тек қана осындай микродрамалар болады, кино болмайды деп. Білмеймін, мен сенбеймін сондай печальный прогноздар. қалай ойлайсыздар, жалпы қазір жаһандану, глобализация заманы менше кішкене бәсеңдеп қалды. Бұрында қарқынды жүріп тұрған и қазір керісінше мысалы Оскар алып жатқан киноларды алатын болсақ соңғы жылдары кішкентай аутентикалық историялар қазір қызығырақ болып жатыр әлемге. Бұрындағыдай андай Америкаға түсінікті ғана сценариймен өтіп кету деген қазір қызық емес. Голливудқа өздері қазір азиялық киноларға мән бөліп отыр. Банағы корейская волна, ана эмиграция Америкаға қалай келген, солардың өмірлерін көрсететін жобалар көбейіп жатыр. Жалпы қазір аутентика кішкентай бір историяны сипаттайтын бір бағытқа келіп жатыр. Меніңше бұл кезде мұнай сондай бір жақсы аутентикасы бар. Мүмкін деймін да, сіздер қалай ойлайсыздар бұл жерде осы глобализацияға, жаһандануға Қазақстан кинематографы ілігу керек па, әлде өзіне көбірек үңілу керек па? Материал көп қой деген ғой жалпы. Давай, хорошо. Вообще, на самом деле, там, где развивается культура в стране, и когда люди начинают свою идентику приводить в культуру, оттуда начинает интерес. По сути, у нас сейчас развивается культура, развивается кино. И, соответственно, когда мы уже насмотревшись американских, там, европейских, индийских, ну, неважно, разного кино разных стран, мы уже все скопировали, мы уже попробовали сделать, как они. Теперь мы двигаемся своим путем. Да, не исключаю, что даже в своей практике, когда я учился, я там пытался быть как этот режиссер или как этот. Но я понимал, что это момент такого развития, когда ты только учишься, ты учишься у лучших. И когда ты уже нахватался всех этих приемов, тогда уже приходит то самое время, когда интересно создавать что-то свое. Ну да. Здоровое эго. Да. И поэтому, мне кажется, когда, ну, как бы в нашей стране уже культура начинает двигаться осмысленно, тогда появляются уже хорошие работы, которые, ну, могут и претендовать на Оскар. То есть, если прям так громко говорить. А есть ана системасы, вот үлкен буындағы режиссерлар бар ғой бізде көп қой. Солар қазіргі өзің жақсысың ғой негізінде режиссер. Сендерге өзің білімін, тәжірибесін бөліседі. Жоқ, ондай система бізде жоқ, системность. Вот как, например, у актеров. Актеры все очень слаженные, уважающие друг друга, ну, как бы слушают, спрашивают советы. Режиссеры в своем случае, они как-то больше индивидуалисты. Каждый пытается там своим путем двигаться. Я стараюсь там объединять режиссеров, общение с ними проводить, чтобы как бы мы делились какими-то там проблемами, там, знаниями и так далее. Но мало кто на это соглашается. И я их понимаю, потому что режиссеры, они все как бы индивидуумы, они ходят, думают, как решить, как это все снять. Но, на мой взгляд... В отличие от актеров, которые стадо, прикинь. Актеры в этом смысле тоже. Я сейчас, к чему я говорю, я не хочу никого обидеть, но я хочу привести сейчас к такой теме, что на самом деле для меня, если вот сейчас коснемся вот этой режиссуры, я немного от темы уйду. Нет, вот эта тема. Да? Интересно, на самом деле. Для меня режиссура — это не человек, который все придумывает, носит в себе некий такой, знаете, как вам сказать,
как говорится же, комплекс Бога, царя там и так далее. Нет. Режиссура для меня это все-таки больше такая некая, в первую очередь, творческая работа, но в большей степени это организационная работа, потому что ты вокруг себя объединяешь людей, ты собираешь актеров. Не зря он говорит, что там 26 раз он ходил, Дана там месяц проходила пробы и так далее. Это собрать вокруг себя людей, передать им ту энергию, которую ты хочешь, и они будут ее воплощать. То есть это такая организационная работа. Я, например, не сыграл бы за нее так же хорошо, как она, там, за Хондага, за Данияра, за Ахнур, за Нурхабыла. Нет. Это все-таки передача некой энергии. Режиссер должен обладать такой большой энергией, чтобы передать ее всем, и они ее воплотили. Поэтому, когда проекты заканчиваются, режиссеры чаще всего они выходят никакими. И поэтому чаще всего там мы берем там 1, ну, максимум 2 проекта в год. То есть нужно быть таким вот организатором творческого процесса и умение управления своей энергией. Вот это очень важно для режиссера. Поэтому я не верю в режиссеров, которые в одиночку могут вытащить там весь фильм. Бұл жерде бана стриминг туралы қайта келсек, жалпы бұл Freedom Media платформасына шықты. Ол жаңа платформа, көптеген жоба, яғни жобалар көп емес ол платформада әзірше, бірақ дегенмен де басында қорқыныш болды ма жалпы командаға, сізге бұл бір кішкене болсын тәуекелге бару, жалпы бізде стримингтен қарау, ақша төлеп қарау деген мәдениет енді қалыптасып келе жатыр дегендей. Бұл сұрақтан Нұрқабылға қою керек. Сіз қай жерден қарадыңыз аға дейсің? Телегадан қарап жүрмін. Телеграмнан. Жақсы жүріңдерші, 699 мегабайт деп келіп тұр мандай. Нұрқабыл үшін ол бірінші андай үлкен жоба ғой. Мен жауап берейін ба? Иә. Негізі енді біздің шынымен көрермендер үшін ойлаймын, что қиын болды деп ше, енді біздікілер андай, біз бұнда өзара сөйлесіп едік қой негізінде. Что бізге негізі маған мен ойладым, что легче болады, что ютубқа типа саластаса, что біздікілер андай ғой, үйренбеген андай сайтқа кіріп бүйтіп іздеп дей салады да біздікілер ше. Еріншек. TikTokқа шығара салады. Это реально солай. Даже мен де өзім бір нәрсе қарайтын болсам, номерін енгізу болды, бітті. Особо мен де өзім андай не істегім келмейді қатты. Қандай деймін да, жаңағыдай өзім бір жер тауып көре саламын деп, болмаса видео саламын деген сияқты. Мен реально, мен де өтірік айтпай ақ қой, не надо. Бір сайт, ну вообще сериалдар шықты ғой, телеграмнан көрген мен, реально телегадан қарағам. Потому что енді реально месем, ну сондайға не істеді, и потом білмеймін, мен өзім ютубқа шығарған қаладым, бірақ мұнайдың 7 сериясы ютубқа шықты, оның өзі кәдімгідей күшті болды, типа андай, потому что комментарий оқисың, бөліскендермен елдердің көрермендердің жазғандарын оқисың, қарайсың, қалай оларға қалай өтті, вот это типа кайф та. И Freedom'да ондай бір мүмкіншілік болған жоқ, сондықтан да білмеймін енді. Еще 5 теңгеге сатып алып подписка. Freedom'дан мен мұнайды Freedom'дан көрдім ғой до конца. Молодец. 5 теңге төлеп көрдім ғой. Жоқ, шынымен халыққа біздерде айтқымыз келеді. Негізі енді қаншама еңбек бар оның артында, әр проекттің артында, режиссердің еңбегі, актерлардың еңбегі, қаншама команда, бір 50-70 адамдай. Енді адамның өзіне білмеймін, приятно сияқты былай әдемі качествода көрген. Мен білмеймін, бір жері андай блюр, ну как-то не очень, когда смотрится, я уже не хочу смотреть фильм, потому что, ну мне, ну неприятно просто. YouTube-қа айтпақшы солай кесіліп салынды ғой, политикасы бар ғой. Либо цензура болған кезде, уже непонятно, что там, как, хочется смотреть зрелищно, вот так, чтобы это все было прям полностью, да. Андай ғой, сұрайсың ғой, бәрі айтады, ол мұнай күшті шықты, анау че қанша серия көрдің деп сұрайсың ғой. 5 пока дейді. А че брат десе, ютубтан көріп жатыр қой дейді. Дальше қаяқтан шығады дейді. Freedom'нан десе, ол қалай брат деп жандай уже қиын болып кетеді да, уже телегадан көресіз брат дейсің. Келесі серия қашан деп сұрайды да. И бізде полноценно шықты ғой Freedom'ға бәрі. Түсіндіріп бастайсың. Әлі күнге дейін сұрайды. Иә, 12 серия шықты, Freedom'ды скачать ет, осылай жаса деп түсіндіріп
жатқан кезде өзімді бір мошенник сияқты сезініп кетемін да, потому что біртүрлі қарап тұрады да уже андай не істеп кетемін бар ғой. Картаның артындағы үш нөмірін иә, карта ашасың, сосын подписка аласың десең анда адам уже біртүрлі қарап қалады саған, как будто мен бір фридомды рекламировать етіп жүрген сияқты болып көрініп қаламын енді. А так бар болғаны, иә, бар болған просто дұрыс качествода көріңіздер деген мақсат қой біздікі. Иә, сосын болашақ актерлерге бұл өте мақысы ғой, ақшасы ғой. Болашақта осының бәрі экономикаға ұласады ғой. Бұның бәрі бірте келетін сияқтымыз, бірақ бұндай нәрсеге. Себебі қазір көбі көрген ғой. Ютубта ондай просмотр емес. Кездескен адам көбі көрген. Так. Фридомнан келмейді да, что-то. Фридомнан көрген. Жоқ, көресек, фридомнан көретін адамдар бар. Кәдімгідей сатып алып, подписка жасап. Мен танитын көбі көрген. Именно біз телеграмнан көретін адамдарға айтып жатырмыз да енді. Менде бір история бар. Менде машина сынып қалды трассада. Эвакуаторға звондадым. Эвакуаторшы келді, машинадан шығып, о, братан, мұнай, аман, сразу. Мен танып. Мен, я, блин, концовка мықты екен деп. Машинам жөндеп бересің ба сен? Жоқ па, концовка мықты деп. Мен сразу қайдан көрдіңіз? Сол фридомда, типа подписка алдым. Бірінші өмірде бірінші подписка алдым сол фридомда. Сол сериал үшін. Сосын 1,5 сағат жүрдік трассада сөйлесіп. Сосын бір қызық болайын. Бір подвох бар. Әйгілі болудың дәмін сездіңіздер. Бәрібір сіздер таниды қазір. Тани бастады дейікші. Или олай емес па, Дана, сол көзіңіздің қырымен қарадыңыз? Мен образым басқа болған соң ба, адамдар танымайтын, көп танымайды. Шашы бояп алып жүре берген бар ғой. Андай біреу танса да ұзақ қарап тұрып, потом барып сұрайды да, вы случайно не это деп ше. Андай сразу былай танып ондай болмады. Қарайды, адам өтіп кетеді точно, сол маған жоқ па деген сияқты. Өмірде басқа сияқты. Бірақ та меніңше образ жасады. Меніңше старт ретінде өте керемет кейіпкер. Меніңше өткені андай ғой, вообще бұл фильмде бана Дархан өзі айтқандай, мейірімді жақсы кейіпкер жоқ. Мүмкін әкеңізді ойнаған актер жақсы кісі, сол ғана сияқты. Көтеріп, былай кәдімгідей тәрбиелеп қызын, жақсы тәрбиесін беріп, бірақ ақыры енді шын өмірге келгенде өмірде бәрі мейірімді бола бермейді. Өмір енді қатал болады, кейде тажал болады дегендей. Бұл жерде енді бұлай болғаны. Бірақ бұл кейіпкер бұлай ашылмас еді. Бұндай қиындықтан өтпесе. Өткені анау өзі айтады ғой, чрево кита дейді ғой, сценаристикада. Сол чрево кита деген ол бана Питер Паркердің дядя Бена қайтыс болған момент, ол мықты болып қайтып келді. Бұл жерде сіздің чрево кита деген моментіңіз осы әкеңіз андай айтады ғой, око за око. Жоқ, око ол басқа платформа. Око, брат. Кирилл Дементьев, білеміз оларды. Жоқ, бәріміз мен әйгілі деп отқаныңыз, менің ойымша андай прям әйгілі болып кеткен жоқпыз. Бірақ біздің мансабымызда, мысалы, енді Қуандық аға ол көп жыл бойы актер, Данияр. Бірақ біз, енді жас актерлар, біздің мансабымызда, наверное, ең бір терең бір рөл болған шығар бәрімізде. Данада да, менде де, Нұрқабылда да. Себебі историяның өзі, персонаждардың өзі, әр қайсысы өте терең. Бір андай проходящий персонаж жоқ, жай ғана бір банальный бір мотивациямен өзіндік бір ерекшеліктері бар, өзінің бір мінсіз тұстары бар. Және Дархан айтқандай, біздің персонаждардың барлығы положительный персонаж жоқ шынымен. Әр қайсының бір ішінде бір қараңғылық бар. В любом случае қараңғылық бар, және ол қараңғылықты в принципе өмірдегідей мінсіз адам жоқ бұл өмірде. Сол сияқты әр персонаждың қарым-қатынасы бір-біріне деген, мысалы Даниярдың өзінің, Аманның өзінің братишкасымен, Сұлтанмен, әйелімен, әйелінің параллельно оның көңілдесі бар деген сияқты. Бұл өте, менің ойымша, бұл өте өмірлік нәрселер. Біздің арада, біздің өмірде, қоғамда ондай нәрселер өте көп. Сондықтан егер біреу адамдар кейбір кезде комментарияда жазады, неге мұндай, неге анандай деп сұрақтар қояды. Себебі бұл өмір, өмірде бұндай болады, әртүрлі жағдайлар болады, және әр адам әртүрлі рефлексия беру мүмкін әр бір определенный жағдайға. Сондықтан
біздің мына историямыз өзіме сол үшін ұнайды, себебі шынайылық бар. Енді фильм аяқталды, енді екінші маусым бола ма болмай ма білмейміз, дегенмен де бұл каст орала ма ол да белгісіз. Дегенмен де әрқайсыңызға бір ішіңізде, жүректеріңізде, естеріңізде бір ой қалдырды бұл жоба, бір ішкі рефлексия, қайта ойлауға қайтып келе беру бана рөлдің кейіпкеріңізге дегендей. Аға, өзіңізден бастасақ. Ана жақтан бастайықшы, мен кішкене іштейін. Аналардың жауаптарын қайталайын деп тұрсыз ғой. Жоқ, қайталайын. Білеміз сіз аға деймін. Дәке, құлағым сізде. Шынымен айтсам, мен үшін осы проект, мұнай сериал өте маңызды болды. Себебі 2 жыл ма, 3 жыл ма мен бас кейіпкер ойнамадым. Бас рөлді сомдамадым негізі. Тек қана антагонист па, андай второстепенный персонаж. Сұрақ қойыншы, мына жерде басты рөл жоқ сияқты ғой? Сіздер солай көрінген жоқ қой? Жоқ, шынымен, жоқ, режиссердің өзі айтқандай, бізде басты кейіпкер жоқ деп айтып едіңіз ғой сіз. Бәке, кешірерсіз, сіз настроение. Бәке, андай комода болып кетті. Сұлтан же главный дейді. Жоқ, главный Нышанбек. Біз бәріміз білеміз. Алдыға айтын Аман, одан кейін Сұлтан. Бригадалармен басталады. Не, но в целом я вообще драматургия построена таким образом, что здесь каждый вправе считать себя главным героем. Капец, удобно. Нет, мне кажется... Жоқ, ол да дұрыс негізі. Нышанбек, Аман, Динара бар, Олжик бар. Аман кім мұнайда? Ол постерда бар, андай бір маңызды персонаж. Мысалы, мен 2 жылда тек қана Шуламада болдым. Ол антагонист. Нұрқабылға өте ризамын. Ол сериалда менің жан досым, правая рука. Және өмірде де мен келіп, ол сразу Даниярға ассалаумағалейкум, мен Нұрқабылмын. Кука деп айтсаңыз болады деп. Екеуміз жүрдік, FIFA ойнап, дөнер жеп. 90 жылдар. Сега дейсің ғой. Даже бір андай бізде съемкада бір оқиға болған, инцидент болған бізде. Почти что төбелес басталды. И Кука мен көрдім. Ол реально Нұрқабыл емес, ол Кука болды сол моментте. Ол дайын. Так что мне было спокойно, когда Кука, братан, рядом ходил. Особенно вахтал, да, где все-таки. Мен просто сұрадым, съемка басталғанда, мен сұрадым, типа, если что, ты со мной, если война начнется, когда не с тобой, братан, деп айтты, и все. Мен спокойно жүрдім. Мне кажется, в целом Мунай — это что-то новое. Дархану благодарен за то, что он не пытался сделать. Может быть, он в начале где-то и была романтика бандитская, но в конце она так сокрушительно разваливается, так некрасиво, что прям плохо. Соңында прям шаман сезім тұрсын. И поэтому ты понимаешь, что ты что-то для себя берешь, тебя это меняет, сериал, если ты атмосферой проникаешься. Вообще не зря говорят, что хороший режиссер, ему нужен плохой сценарий, что не обязательно должен быть идеально прописан сценарий, важнее атмосфера, важнее актерская игра, важнее какие-то необъяснимые моменты. Вот Мунайда, очень много таких моментов, где ты не понимаешь, почему тебе нравится, но тебе нравится. Лично для меня. И отзывы, которые я тоже слышал, көп отзывтар болды, и ютубта, и лично, бір эвакуаторщик бар, подписканы қоймай. Просто 1,5 сағат жүрдік Астанаға по трассе, так что бәрін сағат біткен шығар есен құлағын жеп. Вот, поэтому сол үшін Дархан рахмет, что он не пытался романтизировать как раз-таки, а пытался показать реальных людей, которые жили в такое время. Дана, сізге келетін болсақ, қалай бұл жобадан қандай бір фидбэкпен шықтыңыз өзіңіз үшін? Рефлексия дегендей. Енді қиын сценалар, сізде әсерлі сценалар жақсы. Өте көп. Иә, бағана айтқандай сцена өте көп сізде. Жалпы осындай өте ауқымды проектке жас кезінде түсу мен үшін осындай күшті партнерлармен түсу үлкен мәртебе.
Мен академия кезде 2 краш актерім болатын, Нушанбек аға және Алшынов. И мен үшін прям Даник көке. Мен үшін өте андай күшті сезім. Мен білетін глубине души, что когда-то күшті проектке түсем, но бұлай тез болып кетеді деп ойламадым. Негізі осы отырған кісілерден көп нәрсе үйрендім кәдімгідей. Жоқ, қалай екен теория мен практика жүзінде? Яғни сіз оқыдыңыз, мысалы алаңға келгенде түсірілім. Басқаша ма екен, жалпы? Жалпы мен сахнадан қарағанда кино площадканы өте жақсы көремін. Сахнада мен әлі күнге дейін бір уайым бар, өзімді кішкене қысып, қалай айтады, свободно сезе алмаймын, бірақ камераның алдында білмеймін, ұнайды маған. Ұнайды. Иә. Академияда қиынырақ болды оқу маған. Площадкада сравнительно легче. Мен табиғатыма больше площадка келетін сияқты. Түсінікті. Енді Ақнұр ханым, сізбен қалай болып жатыр жалпы? Иә, Дана айтып кеткендей, шынымен мұнай проекті біз үшін өте бір ерекше болды, бәрімізге, мен солай ойлаймын. Бір жүрекке жақын, былай бір кадрларды көрсең, бір ерекше, бір күшті сезімде боласың мұнайды еске алған кезде. Ақтауда бәріміз дос болып кеттік, бір отбасыдай болдық. Және проекттің өзіне келетін болсақ, осындай менің мансабымда ең бір терең рөл осы шығар. Жалпы енді Динара рөлі алда әлі де болады деп ойлаймын, бірақ мен Динараның персонажына қатты үңілдім іштей. Шынымен Дана айтқандай, бәріміз мұнай туралы 24/7 сөйлесіп отырдық. Мынау қалай, анау қалай, бәрін разбирали. И білмеймін, мұнай ерекше мен үшін. Және мен Дарханға да рахмет айтқым келеді, шынымен өте сезім тал режиссер, өте барлық нәрсені сезеді, көп әр актерға подходы әртүрлі. Содан кейін мына Динара мен Айжан персонаждарын атап өткім келеді. Себебі мұнай жалпы андай ерлер туралы сериал болғанымен әйел образын өте жақсы алдыға қарай жетелеген Дархан. Тек қана дополнительный емес. Иә, ол бір функция сияқты болған жоқ, бір қосымша сияқты болған жоқ. Шынымен де әйелдің осындай өте қараңғы кездерде қандай ішінде қандай персонажы жоқ болып кеткен кезде Динараны да алып тастауға болатын еді, мысалы. Я, енді ол әрине біздің сценаристеріміз тағы да Серега Литовченко да, Алишер Утев өте әдемі жетелеген, және тіпті Айжан персонажына арнайы бір серия түсірді. Ол да өте үлкен, біздің индустрияда өте үлкен бір қадамдар. Себебі әйел персонажын енді көп жағдайда енді бәріміз білетіндей бір әйелі, бір қосымшасы сияқты көреді. Позиция женщин и в целом описание женщин очень красиво выделено и продвигается вперед, поэтому это классно, мне это нравится. Ну и вы дожили. Айту керек соны, бәрі өлді ғой. Иә, сондықтан 2-ші сезон бола ма деп сұрамаңыздар. Сонымен қанша адамды ұрдың сен Нұрқабыл площадкада? Солай тіке қойып, Данияр бірден айтып жүрді. Неше шапалақ кетті дей ма? Мен деймін, енді әріптестерімнің айтқан сөздерімен барлығына қосылам. Шынымен біз үшін бұл... Жоқ, братан, бұл тост емес. Тост кетсеңіз, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Не, шынымен де командаға және де бүкіл осы качественный дүние шыққанына мен өте қуаныштымын. Шынымен бұл біз үшін, мен үшін үлкен тарих, история. Бұл бәріміз үшін үлкен история. Шынымен де үлкен бір маған апгрейд берді. Сондықтан да мен үлкен қуаныштым. Бүкіл командаға сіздерге рахмет айтқым келеді. Сізге, Дархан аға, что осындай керемет бір сериал шығарғаныңызға. Сосын өзімнің әріптесіме, тікелей әріптесіме, Данияр аға, сізге үлкен рахмет айтқым келеді. Шынымен де, жоқ, шынымен. Потому что мен Нұрқабыл өте дарынды актер. Данияр ағамен площадкада және де сыртта өмірде мен ол кісіден Данияр ағамен үлкен WhatsApp-қа жазасың ғой, нормально. Үлкен алдым. Каждый актер үшін, да, мен үшін шынымен каждый актер өзінің рөлін керемет сомдап шықты деп ойлаймын. Біз оны да өзіміз айтып жүрдік. Сондықтан да сол
солай барлықтарына үлкен рахмет, өте қатты қуаныштымын шынымен. Аман болайық деп сөз кезегім қуандық аман болайық, сабырлы болайық деп. сабырлы болайық. Айтпақшы, Сабыр. 4-ші курста оқып жүрді ол кезде. Иә, студент. Мен академияда, мен үлкен емеспін, мен 96 емеспін. 2000 2003. Мен 2003 жылы мен мұнай сериалына түскен кезде 4-ші курста қыста бірінші семестрді бітірейін деп жатқам. Сол кезде проба жасап 110 килограмм болдым. 110 килограмм болғам. бопаши дейсің. 92 беріп атты ол кезде маған. Негізі ол кезде академияны бітіріп аттым мен. Уже диплом алайын деп жатқан кезім ғой. Спектакльге дайындалып жатқан кезіміз. Максимально рандомный каст. Есте қалдым. Аға енді өзіңіз енді тәмамдап батасын беріп мына жерде жауып кетейік. Жалпы бұл мұнайдың бір ерекшелігі біздің барлығымыз бір жерде болуымыз. Бүкіл департаментпен 3-ші этаж, 4-ші этаж, 7-ші этаж. Олардың барлығы бір жерде болуы. Біз ешқайда үйімізге бармаймыз, басқа алаңдаушылық болған жоқ. Бірге кешкісін ақылдасам, жаңа қыздар жігіттер айтқан сияқты. Сондықтан қалған департаменттегі жігіттермен командаға барлығына алғыс айтамыз. Үлкен рахмет. Сол бір ерекшелік. Одан кейін бұл жерде жаңа персонаждардың ең аяғындағы айтып жатырмыз ғой, жаңа ішкі өзінің әрқайсының әр характердің өз персонаждың несі бар ғой, бірақ аяғында бұлардың барлығының жазасын алатыны да. Өмірде бұндай нәрсе істесең, аяғы сенің осылай болады деп соған көрсетеді. Жаңағы әділетсіздік 8-ші сериядағы атын атай кетейін, менің досым Дәурен деген актер ойнайды сол жерде. Әкесін ойнаған кісі. Сондықтан барлығы жағынан түсінікті деп ойлаймын бұл сериалдың. Жаңағы өзің айтып отырсың, аяқталмай қалады деп. Енді меніңше аяқталды деп ойлаймын. Ол өзімнің пікірімде, өйткені бұл жаңағы елге ұнамайтын персонаждың барлығы өз сазайын тартты. Аяғында жаңағы Ақнұр жақсы айтып кетті, әйел адамның несін көрсету. Бұл жерде барлығын оның басын қосып отырған жаңағы Фрида медиа продюсерлер болса, соның бәрімен жұмыс істеп, тілін таба білген осы режиссер. Бұл жерде режиссура көрінеді, оның ешкімнің күмән жоқ деп ойлаймын. Сондықтан осындай жігіттермен, қыздармен жұмыс істегенімізге қуаныштымыз. Бірінші күні бардық, соңғы күні қайттық қой Алматыға. Сондықтан 40 күн деген ол керемет. Бауыр басып қалдық бір-біріміздегі. Ол жақтағы Ақтаудағы жігіттерге үлкен рахмет. Біріне қосыл. Өте керемет. Күшті аға, рахмет. Забыл сказать тоже, да, важно, что хотелось бы от всех сказать спасибо, вообще Маңғыстау. Потому что людям. На самом деле там много было классных историй, которые мы не успели рассказать в первой части, расскажем во второй, прикинь, оказывается, это у меня там была своя банда, если вы смотрели. Олар шынымен де спортиктер, шынымен де, бірақ шынымен де банда емес, но я себя чувствовал реально, они мне помогли тоже, потому что они такие: Аман, братан, Аман. Рольга круги комитета. Да. И все классные ребята. И Маңғыстау, природа, Каспий теңіз, все как будто бы оно нас сильно заряжало, помогало. Вот тот же самый лебедь, который был в крови, окровавленный. Много было моментов. Была лавочка, где мы снимали с Султаном, когда мы последний раз друг друга видим. Мы отсняли уже, я потом смотрю, на лавочке кто-то там когда-то давно корябал буквы «С» плюс «А». Я говорю, Султана Яманка, получается. Или вот қар, да? Сильный снегопад был, которого не было в Ақтау. 12 лет, говорили. Не знаю, лет 10 точно не было такого снега. Да. И пришлось менять сценарий. Дархан придумал фразу, что скажи Шамбеку, типа, война начнется с первым снегом, потому что мы там сняли сцену, а там снег, короче, а сценарий, где снег жёг, был не монтажный, короче, как раз Салан Кельтсен, короче, жарят, и оно все как-то ложилось, и природа как-то помогала, и, не знаю, я очень люблю Маңғыстау, люблю туда возвращаться, заряжаться. Вообще, өте дұрыс жігіттерге, Аманның, Сабырдың, Ну и он Тахирдың, свою банду пусть сам благодарит. Бәрі кірісіп жүрді ғой. Кірісіп жүрді бәрі жігіттер. Жалпы батыстың адамдары еще Я өте просто не знаю. қонақжай. Қай жерге барсақ та күшті күтіп алды. Күшті күтіп алды ма? Күшті фиш бармақ жедік. Бауыр басып кеттік.
жалпы мындай теория бар да, coconut culture деген бар, кокос мәдениеті деген, ол не мағына береді? Осы біздің батысқа келетін сияқты болып көрінеді маған. Айтады да, сырты қатты болса да, сыртына ар жағы жұмсақ. Яғни бірінші қабылдауымыз қатты болуы мүмкін, көрініп қалуымыз мүмкін. Қатты екен мына жігіттер деп қояды да, бірақ дегенмен де сол неден өткеннен кейін бір порогтан сол ары қарай уже қонақжай болып деп кетеміз да біздер. Жалпы соны айтқым келіп жүр да, андай жиі естиміз батыс туралы. Өте тіке. Біреу әлі жүр қасымызда қазір. Иә. Қоймайды деймін. Рахмет. Бүгін бізбен бірге болған Мұнай, Атышулы Мұнай сериалының касты. Рахмет қарағандарыңызға. Сізге рахмет. Барлықтарыңызға жиналып. Сізге рахмет. Рахмет. Өте қатты қуаныштымыз. Рахмет. Енді ашылып келе жатыр еді.